Қайырлы күн достар, бүгін қызылшадан дәруменге толы, пайдалы әрі әдемі дастарханның көркін ашатын салат дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Салатты дайындау үшін бізге өзіңізге ұнайтын кез келген салат жапырақтары қажет. Мен мангольд және руккола салаттарын қолдандым. Жақсылап жуып, кептіріп, үлкенде ыдысқа саламыз. Содан брынза ірімшігін өзімізге ұнайтын бөліктерге тура боламыз. Егер сіздерде брынза ірімшігі болмаса, онда фетакса ірімшігін қолдансаңыздар болады. Үлкен бір дана апельсинді ортасынан бөліп, жарты бөлігін алып қаламыз, ал жарты бөлігін қабығынан ажыратып, майда бөліктерге турап салатымызға саламыз. Енді бізге 2 дана қызылша қажет. Бір қызылшаны 4 бұрыштап тураймыз, ал екінші қызылшаны домалақтап, жұқартып тураймыз. Ол бізге салатымызды әсемдеу үшін қажет болады. Енді қалған жарты апельсиннің шырынын жақсылап сығып аламыз. Үстіне кішкене тұз және 3 қасық зәйтүн майын құйып араластырамыз. Бұл біздің салатқа арналған соусымыз. Жарты соусты салатқа құйып, жақсылап араластырамыз. Енді әдемі ыдысымызға домалақтап туралған қызылшаны жан-жағына қойып, ортасына салатымызды саламыз. Қалған соусты салаттың үстіне және жан-жағына құйып шығамыз. Салатты өзіңізге ұнайтын кез келген дәндермен әсемдеуге болады. Мен грек жаңғағымен әсемдедім. Кедр жаңғағымен немесе кунжутпен әсемдесеңіздер де болады. Достар, бұл салат өте дәмді әрі пайдалы. Сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес етемін. Достар, егер сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көп рецепттер болады. Ас болсын, сіздермен бірге болған Мөлдір.